Әзірет Айшаға жабылған жала. Сырт көзге иманды болып көрініп, ішкі пиғылдары қара ниеттілікке негізделген мұнафиқтардың бар мақсаты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бен мұсылмандарға зиян шектіру. Сол мақсаттары жолында аянбай, талмай тыраштанатын. Тіпті пайғамбарлар сардарының саллаллаху алейхи уассалам ақ некелі пәк зайыптарына күйе жағып, кір келтіргендерімен қоймай, нас әрекеттеріне масаттанатын. Ислам тарихында Айша намызға бас мұнафиқ Абдулла ибн Убай тарапынан жабылған жала оқиғасы жан-жақты түсіндіріледі. Оған қатысты Құран аяты да түскен. Оқиға былай болған. Айша намыздың баяндауына сүйенсек, Расулла қайсы бір жорыққа шыққанда әйелдері арасында жеребе тастап, кімге шықса соны ерте жүрген. Мұсталық жорығында кезек Айшаға түседі. Оқиғаны Айша намыздың өз аузынан тыңдайық. Расулламен бірге сапарға шыққанмын. Бұл кезде әйелдердің жабық, шет көзден жасырын жүріп тұруы жайында аят түскен. Сол себепті мен түйеге қоршау ішінде әкеліп, сол күйе қызметшілерім жерге түсіретін. Содан не керек, осы жорықтан қайтар жолда Мәдинаға жақын бір жерде қолбасшысының әмірімен тоқтап, сарбаздар тынықты. Түн ортасы ауған шақта сарбаздарға жолға жиналуға бұйрық берілді. Бұйрық берілген сәтте мен әжет сындыру үшін оңаша жерде едім. Асығыс қайтып келгенімде мойнымдағы емен көз моншағынан тізілген алқаның түсіп қалғанын көрдім. Оны анам өмір руман тойымда сыйға тартқандықтан мен үшін аса қымбат еді. Әжет орнына қайта барып келгенімше мені түйе үстіндегі қоршаудың ішінде деп ойлап, қызметшілер түйені айдап кете барыпты. Алқымды іздеп жүріп, әрең тауып қайтып келсем, әскерлер ұзап кетіпті. Түйемнің шөккен орнына келіп, сырт киімімнен оранған күйе қисайып жата кеттім. Менің жоқ екенімді көргенде қайта келер деп ойладым. Сөйтіп жатып, көзім ілініп кетіпті. Әрдайым жорық тұсында жолай қонған жерлерді артынан бақылап, тексеруге тағайындалған Сафуан ибн Муаттал деген адам бар еді. Сол Сафуан міндетін орындамаққа әскер демалған жерге келгенде ұйықтап жатқан мені көріп таниды. Өйткені сырт көзден жасырынып жүру жайында аят түскенге дейін мені көрген кісі еді. Сафуан мені көрген сәтте сасқанынан «Инна лиллахи ва инна илляхи ражиғун» дейді. Оның даусынан шошып, оянып, киімімді түзелткен болдым. Валлахи, онымен бір ауыз тіл қатысқан жоқпыз. Тек жоғарыдағы айтқаннан ғана естідім. Сафуан түйесін шөктіріп, «Мін» деді маған. Мен атып тұрып түйеге міндім. Мұнан соң түйенің бас жібінен жетектеген күйі әскерлерге жету үшін жылдам іргеліне берді. Таң атқанша қуып жете алмадық. Ақыры сарбаздар демалғалы тоқтаған кезде үлгердік. Сафуан ибн Муаттал Айша намыз мінген түйені жетелеп келе жатқанда мұнафиқ басшысы Абдулла ибн Убай ұшырасады. Ол салған жерден «Бұл кім?» деп сұрайды. «Айша» дейді Сафуан. Көпшілік арасында екі жүзділігімен, жексұрындық әрекеттерімен танылған мұнафиқ түймедейді түйедей қылып көрсететін әрқашанға әдетіне басып, Айша да өзін оңайлықпен ақтап ала алмас, қасындағы адам да деп былапыт сөздерді айтқанымен қоймай, пасық пиғылмен кезекті жаланың жоспарын ойластыра бастайды. Абдулла ибн Убайдың аузынан шыққан сөз құлақтан құлаққа жетеді. Әзірет Айшаның кейіннен айтқаны: «Жалақорлар небір сұмдықты айтып, жұрттың аузын аштырыпты. Уаллахи, менің айналамда айтылғандардан алғашқыда еш хабарым болмады. Өсек жалаға себеп болған оқиғаның бас аяғы осы. Әзірет Айша белгілі себеппен кешігіп әскерлерден қалып қойғанда, артынан қонған жерді бақылап шығуға міндетті кісі оны көріп адамдарын әкеліп қосқан. Кейіннен белгілі болғандай, бақылаушы жауынгер Сафуан ибн Муаттал еркектік қабілеттен де ада екен. Құранның баяндауынша, пайғамбарлар мүминдерге нәпсілерінен де жақын әрі жоғары тұруға тиіс. Ал пайғамбарымыздың ақ некелі әйелдері
барша мұсылман қауымның анасы есепті. Пайғамбарымыз мәңгілік сапарға аттанған соң да онымен некелескендерді әйелдікке алуға қатаң тыйым салынған. Сондықтан Аллаға және оның пайғамбарына шын сенген нағыз мұсылман осы нақты аяттарды оқып білгеннен соң, Расулланың көзі тірісінде де ақыреттік болғаннан соң да оның ақ некелі әйелдеріне жала жауып жаман сөз айтпақ тұрмақ, ондайды ойлау мүмкін емес. Алла мен пайғамбарға жан тәнімен берілген момендердің сүйікті әміршісі Әзірет Расулланың зайыбын жалғыз қалған жерінен көріп, түйесіне мінгізіп, шапшаң түрде сарбаздарға келіп қосуында тұрған не бар? Нағыз иман ері Сафуан ибн Муаттал өз міндетін адал атқарды. Өкінішке қарай жүректері таттанған, арамдықтан басқаны ойлай алмайтын бүлікшіл мұнафиқтар бұл оқиғаның астарынан арамдық іздеді. Әсіресе Абдулла ибн Убайдың көктен іздегені жерден табылғандай қуанып, Алла елшісінің намысын таптауға, мұсылмандар арасына лаң салуға асықты. Абдулла ибн Убай көрмегенін көргендей көпіртіп жұртқа жайып жіберді. Хасан ибн Сабит, Мыстақ ибн Усаса, Хамна ибн Жахш сынды кейбір мұсылмандар мұнафиқтардың тұзағына алданып, өсектің таралуына себеп болады. Ел жұрт шулап жатқанда Айша намыз ол оқиғалардан мүлдем бейхабар. Енді оқиға барысын аяулы жанның өз аузынан тыңдап көрсек. Мәдинаға келгенімізге көп болмаған. Мен ауыр науқасқа ұшырадым. Ұстамалы безгекпен бір ай төсекке таңылдым. Сол тұста халық арасында маған жабылған жала өсек тарапты. Болған жайлардан мүлде хабарсыз едім. Қаңқу сөз құлақтан құлаққа жетіпті. Расуллада әкем мен шешем де естігенмен бірде біреуі маған бір ауыз тіс жармаған. Тек сырқаттанып жатқанымда Расулладан салқындық сездім. Бұрын сәл ауырсам барынша мейірленіп жағдайымды сұрайтын. Бұл жолы атымды да атамастан сырқатыңыз қалай деген қойған. Жалақорлардың бәлесінен бейхабармын. Арадан 20 күндей уақыт өтті. Сырқатым тәуірленіп, бойымды жаза бастағанмын. Ол кездері біз иісінен жиіркенетіндіктен әжетханалар үйден аулақта Мәдина қырларында болатын. Әйелдер түнде де қырға шығып әжетке отыратын. Бір күні мен Мыстақ ибн Усасаның анасымен еріп әжетханаға шықтым. Мыстақтың анасы етегіне шалынып құлап түсті де тұрып жатып, жалпасына түскір Мыстақ жетпей желкең үзілсін деп баласын қарғады. Мен таң қалып, апау, өз балаңды қарғағаның не? Дедім. Ол үн қатқан жоқ. Біраз жүрген соң ол тағы да шалынып құлады. Бұл жолы да жетпегір Мыстақ жалпаңнан түскір деді. Апау, ұлыңды қарғағаның болмады дедім. Ол жауап берген жоқ. Қырсыққандай қасындағы әйел 3-ші рет шалынды да, тағы да жерді сүзе құлағыр Мыстақ деді. Мен шыдамай, апа, неге үздіксіз балаңды қарғап келесің? Бәдір соғысына қатысқан жауынгерді қарғауға қалай тілің барады? Дедім. Сонда барып, ұлымның сен туралы айтқан жаласы есіме түскен сайын қарғыстан басқа ештеңе айта алмаймын, деді. Ол мен туралы не айтып жүр? Деп сұрадым, тек бір сізденіп. Мыстақтың анасы жалақорлардың ойдан шығаратындарын бүге-шегесіне дейін әңгімелеп берді. Қиналып, қыстыққаным сондай, дәрет сындыруға әлім жетпеді. Жазықсыз жалаға ұшырағаным үшін жылай-жылай көзім қарауытып, өксіктен өкпем өше жаздады. Айша намыз науқасынан мүлдем айығып кеткен жоқ еді. Бір күні Алла Расулы отауына кіріп сәлем берді де, зайыбының есімін атамастан сырқатыңыз қалай? Деді. Онан соң ләм-мим үндеген жоқ. Айша қатты заланып, уа Расуллах, өмірімде мұнша қиналып көрмеп едім. Маған рұқсат етсең, 4 күніме барсам деп едім. Жағдайымды анам жасасын дейді. Пайғамбарымыз баруыңа болады деп қасына қызметші қосып жібереді. Әзірет Айша ата-анасына барып, өзі туралы өсектің анық-қанығын білгісі келеді.
Анасы ауру күйінде сүйретіліп келген қызына «Жарығым-ау, неге келдің?» деді. Айша: «Анашым, жұрт мен жайлы неше түрлі әңгіме айтып жүргенін көрінеді. Неге маған айтпадыңдар?» дейді жыламсырап. Анасы сабырға шақырып: «Еш уайымдама қарағым, денсаулығыңды ойла. Сен сияқты сұлу әйелді, күйеуінің сүйіктісі болған әйелді өсектемегенде кімді өсектейді? Көптің аузына қақпақ бола алмайсың. Бұл тіршіліктің ағымы, солай ғой» дейді. «Әкемде хабардар ма?» деп сұрайды Айша. «Я, Расулла ше?» Ол да біледі. Айша қыстығып жылап жібереді. Әкесі Әбу Бәкір сол сәтте шатырда Құран оқып отырған. Қызының жылаған даусын естіп түсіп: «Не болды?» деп сұрады. «Өзіне жабылған жаланы естіп келіпті» дейді Үммі Руман. Әзірет Әбу Бәкір де көзі жасқа толып жылауға шақ қалады. Сол күні Айша намаз таң атқанша кірпік ілмей өксумен болады. Айша намаз туралы алып қашпа әңгіме көпшілік арасында жайылып гу-гу қысқан тұстарда пайғамбарымыз сырт көзге көрінбей үйінен шықпайды. Маңызды мәселеге қатысты уақи кешіккен сайын мазасызданып, ақыры асхабымен кеңескенді мақұл көреді. Әзірет Омар: «Уа Расулла, Алла сақтасын, айтылғандар сол күйе жала». Әзірет Осман өз көзқарасын былайша білдірді: «Уа Расулла, ұлы Алла үстінен адам аяғы баспасын, жер бетіндегі күл қоқыс түспесін деп көлеңкеңізді жерге түсіруден сақтайды. Намысыңызды неге таптатсын? Уа Расулла, бір күні намаз қылдырып тұрып, аяқ киіміңізді шештіңіз. Сізден көріп біз де шештік. Намаз біткен соң аяқ киімімізді шешуіміздің себебін сұрадыңыз. Біз де сізге ұйып жасағанымызды айттық. Сонда сіз таза болмағандықтан Жәбірейіл маған аяқ киімімді шешуге бұйрық берді деген едіңіз. Осылайша аяқ киіміңізге нәжіс тигені, сол үшін шешуіңіз қажеттігі сізге әмірмен білдірілгенде ар намысыңызға дақ түссе хабарсыз қалуыңыз мүмкін емес» деп Әзірет Әли де өз ойын ашық айтты. Алла елшісі Айшаның қызметшісі Бәрираның да пікірін сұрады. Бәрира: «Уа Расулла, сені хақ пайғамбар ретінде жіберген Аллаға ант етейін. Мен ол хақында қайырдан басқа ештеңе білмеймін. Кемшілігін көрмедім. Тек жас болғандықтан қамыр илеп отырып ұйықтап қалатында қамырға үйдегі қой ауыз салатын. Осыдан басқа нұсқасын көрсем көзім шықсын» деді. Әзірет Зейнеп ардақты пайғамбарымыздың ақ некелі әйелдері арасында сұлулығы және пайғамбарымыздың қасындағы орны жөнінен өзін Әзірет Айшамен тең көріп ылғи іштей бәсекелес болған. Соған қарамастан осынау адал көңілді әйел Әзірет Айша туралы өсекті естігенде тіпті де сенбеген. Расулла болған оқиғаға туралы ойын сұрағанда былай деп жауап берген: «Уаллахи, мен естігенімді естім деуден, құлағымды көргенімді көрдім деуден көзімді қорғаймын. Мен ол туралы қайыр мен жақсылықтан басқа ештеңе білмеймін». Негізінде Алла елшісі пәк зайыбы Айша туралы жұрттың айтқаны қып-қызыл жала екенін жақсы білетін. Тек осындай пасық пиғылмен жоспарлы түрде жайылған өсектің ауыздан ауызға таралуы пайғамбарымыздың көңіліне ауыр тиді. Сол себепті еріксіз Әзірет Айшаға салғын қабақ танытқан. Мешіттегі құтпасында бұл жайды ашық айтқан: «Уа мұсылман жамағаты, отбасыма қатысты жалған жала мен менің көңіліме жара салған адамға қарсы тұруға кім жәрдемші бола алады? Өйткені мен өз отбасымның қайырлы екенін білемін. Жалаға себеп қылып көрсеткен кісі хақында да білетінім тек жақсылық». Айша намаз жалаға қалғалы бір ай уақыт өтсе де ардақты Алла елшісіне уақи түспей қойды. Мешітте құтба айтқаннан кейін бірнеше күннен соң пайғамбарымыз Әзірет Әбу Бәкірдің үйіне барды. Сәлемдескен соң Әзірет Айшаның жанына отырып былай деді: «О Айша, сен туралы мынандай әңгіме естім.
егер сен сол айтылғандардың аулақ болсаң, жуырда Алла сенің пәктігіңді анық білдіреді. Ал егер сен сондай күнәға батқан болсаң, Алладан кешірім сұрап тәубе ет. Өйткені құл күнәсін мойындап тәубе етсе, Алла да оны кешіреді. Әзірет Айшаның сондағы жай-күйін баяндауы. Расулла сөзін аяқтағанда көзімнің жасы кілт тоқтады. Әкеме қарап, Расуллаға мен үшін жауап бер, дедім. Әкем, уаллахи, қызым, Расуллаға не айтарымды білмей отырмын, деді. Сосын анама, онда сен мен үшін сөйле, дедім. Ол да, мен де Расуллаға не дерімді білмеймін, деп жауап берді. Әкесі мен шешесі Расуллаға жауап айта алмаған соң, Әзірет Айша өзі сөйлеуге мәжбүр болды. Иманына шахадат сөзін Аллаға мадақ айтқан соң былай деді. Мен тазамын, пәкпін десем де сенбессіздер. Сабыр сақтап, соңын күткеннен басқа амалым қалмады. Дәл сол сәтте пайғамбарға Алладан уахи келе бастады. Расуллаға уахидің ауырлығынан қара терге түсті. Суық күнде де уахи түсетінде осылай жан тері шығатын. Расулланың үстіне жамылғы жауып, басының астына тері жастық қойдық. Мен зәредей қорыққан жоқпын. Өйткені таза екенім өзіме де, Аллаға да аян. Ата-анам болса, өсек сөз тура шықса дегендей қорқып, әзерлері ұшып отырды. Уахи келіп біткен соң Алла Расулы күлімсіреп тұрды да Айшаға қарап, сүйінші, Айша, сүйінші, ұлы Алла сенің пәктігіңді білдірді, жабылған жаладан тазартты, деді. Әзірет Әбубәкір қуанғаннан қызын құшақтап бетінен сүйді. Жала мәселесіне қатысты түскен аяттар былайша сыр шертеді. Уа мүминдер, біліп қойыңдар, шүбәсіз пайғамбардың жұбайы Айшаға жала жапқандар араларындағы бір топ адам. Алайда бұл оқиғаны өздерің үшін жамандық екен деп ойламаңдар. Керісінше ол сендер үшін қайырлы болмақ. Ал жалақорларға келсек, олардың әр қайсысы осы іске қаншалықты қатысы болғанына қарай күнәға батты. Ал бұл іске мұрындық болып, ең үлкен күнәні арқалаған бас жалақор үшін алапат азап бар. Бұл жаланы естігендеріңде мүмін ерлер мен мүмін әйелдердің бір-бірі жайлы іштей жақсы ойда болып, бұл қып-қызыл жала деп кесіп айтулары керек емес пе еді? Ал жалақорлар болса, өздерін растайтын төрт бірдей кісіні куәға тарту керек емес пе еді? Бірде-бір адамды куәға тарта алмағанына қарағанда, олар Алланың құзырында өтірікші газаптардың нақ өзі. Егер бұл дүниеде һәм ақыретте Алланы сендерге деген шексіз шарапаты мен мейірімі болмағанда, еш ойланбастан орынсыз желігіп, өсек аяңға ергендерің үшін сөзсіз алапат азапқа душар болар едіңдер. Өйткені сендер сол қауесек сөздің парқын айырып жатпай, оны біріңнің аузынан бірін қағып алып, сөйтіп өздерің нақты білмейтін мәселені әңгіме қылып, ауыз жимай өсек айтумен болдыңдар. Һәм мұны болмашы әрі жеңіл-желпі нәрсе деп ойладыңдар. Алайда Алла алдында зор күнә саналады. Сол жаланы естігендеріңде мұндай сұмдықты ауызға алу бізге мүлдем лайық емес. Мінсіз Алла бір өзің сақтай көр. Бұл неткен ғаламат жала деп кесіп айтуларың керек емес пе еді? Егер шынымен мүмін болсаңдар, Алла сендерге мұндай сұмдық іске ендігәрі бармауларыңды қатаң ескертіп насихат айтады. Алла сендерге аяттары мен нұсқауларын осылайша баяндайды. Алла бәрін білуші, шексіз ілім иесі, әрі ісі мен үкімінде көптеген хикметтер болған асқан даналығы иесі. Иман келтіргендер арасында арсыздық атаулының етек алуын көксейтіндерге келсек, оларға бұл жалғанда ақыретте жан төзгісіз ауыр азап бар. Жалғыз Алла біледі, сендер білмейсіңдер.
егер Алланың сендерге деген шексіз шарапаты мен мейірімі болмағанда, егер Алла құлдарына өте жанашыр, жұмсақ, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді болмағанда, көрген күндерің не болар еді? Нұр сүресі 11-20 аяттар. Осылайша Алла уахи арқылы Әзірет Айшаға жабылған жаланың жалғандығын анықтап, Расуланың ақ көңілін уайымнан құтқарса, Әзірет Әбу Бәкірдің беделіне нұсқан келтірмеді. Мұсылмандар арасында да бос әңгіменің таралуына тосқауыл қойды. Алла Расулы мәселеге қатысты уахи түскеннен кейін халықтың алдына шығып құтпа оқыды. Соңынан жаңадан түскен Құран аяттарымен таныстырды. Мәселенің анық-қанығын көпшіліктің көзі жеткен соң жалған жаланы жайған Мыстах ибн Усаса, Хассан ибн Сәбит пен Хамна бинти Жахш 80 дүре соғылып жазаланды.